Құндыз шөп деген не? Оның қандай пайдалы қасиеттері бар? Құндыз шөп көкше гүл деп те аталатын көп жылдық шөптесін өсімдік. Жемісі мамыр-маусым айларында пісіп жетіледі. Өсімдіктің құрамындағы улы заттар адам организмін сал ауруына келіп, кейде өлімге әкеліп соқтыруы да мүмкін. Сондықтан да қазақ емшілері оны өз тәжірибесіне сүйене отырып ерекше абайлап пайдаланатын болған. Құндыз шөптің тамырымен тамыр сабағы дәрі болады. Оны күзде қазып алып, ұсақ шашақ тамырларын алып тастап кептіріп алады. Құндыз шөптің ем болатын аурулары мынадай болады: ашық құндыз шөп өкпе, аяқ-қол, ревматизм, бел ауруларына және басқа да ауруларды емдеуде кеңінен қолданылады. Жапырақтан алынған шырынмен күйікті емдейді, тамырының кесіп алынған бөлігін түрлі ісіктерді емдеуге пайдаланылады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған құндыз шөптің емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.